Сәлем достар. Міне біздер ежелгі Қазақстан тарихынан Қаңлы тарихына да келіп жеттік. Қаңлылар біздің Қазақстанның территориясында Сырдария өзенінің бойын мекендеген темір дәуіріндегі ірі тайпалық бірлестік. Қаңлы мемлекеті туралы мен сіздерге жақсылап білім беретін боламын. Сондықтан да сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны баса отырыңыздар. Қаңлылардың біздің Қазақстан территориясында өмір сүруінің хронологиялық шеңбері біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші немесе 2-ші ғасырлар мен біздің заманымыздың 5-ші ғасырларына жатады. Бұл туралы Қытай деректерінде жазылған. Қаңлылар туралы Вәсканың ержүрек ұлдары Ханқа қамалының алдында құрбандық берді деп жазылған кітап. Бұл Авеста. Авеста деген парсы тілді халықтардың ең көрнекті әдеби мұрасы. Бұнда Заратуштра ілімі уағыздалады. Бірақ та тек қана Заратуштра ілімі емес, осы темір дәуірінде өмір сүрген тайпалар туралы құнды деректер де қалдырған кітап. Қаңлылардың өмірі мен тұрмысын сипаттап жазған бұл тұңғыш Қытай тарихшысы Сыйма Цзян. Сыйма Цзян біздің заманымыздан бұрынғы 151 және 100-ші жылдардың аралығында өмір сүрген. Бұның атақты еңбегі тарихи жазбалар. Осы тарихи жазбалар деген еңбегінде қаңлылардың өмірі мен тұрмысын сипаттап жазған. Қаңлылар туралы негізгі дерек көздері Қытай деректерінде кездеседі. Қаңлы туралы мәліметтер біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда Қытай деректерінде жазылған. Сондай-ақ қытайлық елші Цзан Сянның батысқа жорығы, Сыйма Цзянның тарихи жазбалар деген еңбектерінде осы қаңлылар, үйсіндер туралы деректерді жазып қалдырған. Қаңлы мемлекетінің пайда болған уақыты, шекарасы туралы айтылған маңызды тарихи дерек Цзян Ханшу. Бұл хан династиясының тарихы деген еңбек. Бұны Бан Бия деген тарихшы бастап, Бангу деген баласы аяқтаған. Қаңлылардың археологиялық мәдениеттері 3-ке бөлінеді. Қауыншы, Жетасар, Отырар, Қаратау мәдениеттері. Қауыншы мәдениеті бұл Ташкент төңірегіндегі аймақ жатады бұған, және Ақтөбе қонысы табылды бұл жерден. Отырар, Қаратау мәдениеті бұл Қаратау беткейлерінен Талас өзеніне дейінгі аралық. Осы мәдениет ескерткіштерінің маңызды орталығы Отырар алқабы. Олардың ең үлкені Көкмардан деген қоныс. Сондай-ақ Жетасар мәдениеті бұл Қуаңдария мен Жаңадария аралығындағы мәдениет осы Жетасар мәдениетіне жатады. Біздің заманымыздан бұрынғы 46-30 жылдары қаңлылардың Қытайға қарсы көмек көрсеткен елі. Бұлар ғұндар. Біздің заманымыздан бұрынғы 47 жылы Тянь-Шань тауынан өтіп, солтүстік ғұндар қаңлыларменен көрші болды. Осы ғұндардың Шаньюі Чжи қаңлыларменен өздерінің жауларына қарсы әскери одақ құрған. Қытай деректері бойынша ежелгі қаңлылардың саны. Цзян Ханшу еңбегінде қаңлыларда 120 мың үй, халқы 600 мың, әскер саны 120 мың болғандығы жазылған. Ежелгі қаңлылардың негізгі атамекені. Негізгі атамекені қаңлылардың Сырдарияның орта ағысы. Жалпы қаңлылар темір дәуірінде Қаратау жотасынан Сырдарияның орта ағысын алып жатты. Қаңлылардың солтүстігіндегі көршілері. Қаңлы тайпасы өмір сүріп тұрған уақытта оның солтүстігінде Сарматтар және Аландар деген тайпалар өмір сүрді. Ал ерте темір дәуірінде Қазақстанның территориясында Жетісудың бойында Тиграхауда сақтары, сондай-ақ Исидондар, Аргипилер, Араймаспылар деген сақтар өмір сүрді. Каспий теңізінің жағалауында Каспийлер және Дайлар деген тайпалар өмір сүрді. Ал қаңлылардың оңтүстігінде үйсін тайпалары өмір сүрді. Қаңлы мемлекетінің оңтүстік шығыстағы көршісі. Қаңлы мемлекетінің солтүстіктегі көршісі Сарматтар мен Аландар болса, оңтүстік шығыстағы көршісі бұлар үйсіндер болды. Үйсін тайпасы біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырдың аяғында Қазақстан даласына сақтардың орнына келген ірі тайпалық бірлестік.
Қаңлылардың экономикалық, мәдени, саяси байланыс жасаған елдері Қытай мен Кушан. Қаңлылар тек Қытай мен Кушанмен ғана байланыс жасап қоймай, Рим менен, Кавказ елдерімен және Парфия елдеріменен де сауда-экономикалық байланыс жасады. Қаңлы мемлекеті өз жерімен өтетін Ұлы Жібек жолын үнемі бақылауда ұстаған. Қаңлы билеушісінің титулы. Қаңлы мемлекетінің жоғарғы билеушісі хан деп аталынды. Темір дәуірінде тайпалық бірлестіктің билеушілері әртүрлі аталды. Мысалы, сақтарда патша деп аталынды, үйсіндерде гунмо деп аталынды. Қаңлы елінің астанасы Битян қаласы болды. Бұл қазіргі Түркістан қаласының маңы. Битян қаласында Ұлы хан отырып елді басқарды. Және жазба деректерге қарағанда Қаңлы елі 5 бөлікке бөлінді. Оларды кіші хандар басқарды. Кіші хандар Ұлы ханға бағынды, билік мұрагерлік жолменен қалдырылды. Қаңлылардың тайпалық бірлестігі қай аймақта орналасқан? Оңтүстік Қазақстанда орналасқан. Қаңлы тайпасының негізгі шаруашылығы көшпелі мал шаруашылығы болған, жылқы менен қой өсірген, негізгі байлығы мал болған. Сондай-ақ Қаңлыларда Хорезмде, Арал өңірінде, Зарafшан аңғарында, Ташкент алқабында отырықшылық та пайда болған. Ол жерден археологиялық қазба байлықтар кезінде ежелгі қоныстар мен қалалардың орны табылды. Қаңлыларда сондай-ақ аңшылық пенен балық аулау да болды, металл да өндірді. Мысалы, ежелгі Құлата қаласы металл өңдеудің ірі орталығы болды. Қаңлылар өте ірі тайпалық бірлестік болды. Олар Ұлы Жібек жолының бойында болғандықтан Сырдария, Жайық, Еділ бойы, Кавказ, Қара теңіз жағалауындағы Ұлы Жібек жолының бір тармағын бақылап отырған. Бұны білетін себебіміз археологиялық қазбалар кезінде Отырар алқабынан, тай теңгелері, Талас аңғарынан Кушандар мен Сасанилардың теңгелері табылғандығынан білеміз. Достар, менің каналыма тіркеліп, менің каналымды қолдап, лайк басып отырыңыздар. Сау болыңыздар.